Сәлем барлықтарыңызға. Жалпы баланы сөйлететін ғажайып техника бар ма деп сұрайтындарға осы видео арналады. Баланы сөйлететін ғажайып техника. Баланы сөйлететін ғажайып техника бар. Бұл техника неғұрлым көп жұмыс жасаған сайын, соғұрлым көп результат, көп нәтиже береді. Бұл техника не, бұл кім дейтін сұрақтарға, бұл техника баланың өзінің ата-анасы. Баланың өзінің ата-анасы. Себебі қанша жерден мықты логопедке барғанмен де, үйде сол логопед берген тапсырмаларды орындамаған баладан результат шығару өте қиынға соғады. Жалпы кез келген маман 30-40% результатты береді, ал соны 100%-ға жеткізу ол ата-ананың ары қарай жұмысы болып табылады. Жалпы көп ата-аналардың сұрайтыны, гарантия бересіз бе? Немесе қанша уақытта сөйлеп кетеді? Менің айтарым, гарантия ол Аллахтан, ал үздіксіз жұмыс жасалған баладан міндетті түрде результат шығаруға болады. Және де менің балам қанша логопедке барды, бірақ результат жоқ деген ата-аналарға баланың уақыты мен өзіңіздің ақшаңызды босқа жерге шашпаңыз. Өйткені баланың уақыты тым аз, сіз логопедке бергеннен кейін міндетті түрде үйде оны қадағаламасаңыз, онда результат мүлдем болмайды деп те айтсақ болады. Енді баланың аз ғана уақытында барлық үйдің тірлігін сыртқа ысырып қойып, тек сол баламен занимация етіңіз. Өйткені мектеп жасына дейін балаңыз белгілі бір өзіндік қалыпқа түсіп, сөйлей алмайтын болса сөйлеп, зейіні тұрақсыз болса тұрақтандырып, оны бір ретке келтіріп алуларыңыз керек. Яғни айтарым, балаңызбен дұрыс жұмыс жасап, дұрыс көңіл бөліңіз демекпін.